Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша, керемет. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз сіздермен ойын ойнаймыз. Ойынның аты көш керуенінің құпиясы деп аталады. Балалар, ойынның мақсаты түйеге жегілген қоржындардың түсін анықтай отырып, санын тауып, көш керуенінің құпиясын ашу болады. Ойын балалар 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бірлік деп аталады. Ойынды бастаймыз. Бірлік ойынның жұмбағын мұқият тыңдаңыз. Қане ойланды. Айран, қымыз, шұбат. Сусы сондай жұмсақ. Сусының түсі ақ ташы. Дұрыс айтасыңдаршы. Қане тез қоржынға. Қоржынды табайық, қоржынға қол салайық. Қоржында не бар екен? Тез айтайық. Алақай! Ақта шықты дейді Даша балалар, дұрыс па? Балалар ақтастың бізге қояр шарты бар екен. Кемді таңдап алайық. Таспен сәндеп бір-бірлеп, санамақты айтайық. Буынға бөліп сөздерді төл дыбысын табайық дейді. Олай болса тез балалар. Келе қойыңыз. Балалар нөмірлер. Бір сөзбен қалай айтамыз балалар? Қазақтың алты киімдері. Таңдап ала қойыңыз. Балалар киімді таңдап алып, орнымызды табайық. Тез аламыз. Орнымызды табамыз. Қане санамақты бастайық. Амина бастай ғой. Бәдияның бұлақ бастап ешен көріп. Екатияның етіп, естенде етіп. Өзін үкіт, тәкен көркіп. Доченім тамақ, қыста кесен жоғат. Беде байпақ, үші жылы тайпақ. Алақай, санамақты айтып тастадық. Енді сөзді буынға бөлейік. Амина бастай ғой, бөлік. Буынға бөл. Неше буын? 2 буын. Дұрыс па бала? Төл дыбысы? Бәрекелді. Даша, тымақ. Буынға бөл. Буынға бөл. Тамақ. Неше буын? 2 буын. Төл дыбысы? К. Қ. Дұрыс па бала? Дұрыс. Қане кері? Етік. Етік. Неше буын? 2 буын. Төл дыбысы? Бәрекелді. Дұрыс. Даша, байпақ. Байпақ. 2 буын. Төл дыбысы? Қ. Әрине дұрыс. Қане? Амира. Тәкия. Неше буын? 3. Төл дыбысы? Қ. Дұрыс. Балалар, ойынның екінші бөлімі екілік деп аталады. Екілік ойынның жұмбағын мұқият тыңдайық. Томаланған бәрі, мынау піскен тары, шайға салсаң дәмді, оның түсі әрине сары. Сары қоржынды табайық, Даша қоржынға қол салайық. Тез қане қоржында не бар екен? Айтайық. Тездете қане. Қоржында не бар екен? Алақай балалар. Сары тас шықты қоржында. Сары тастың қояр шарты бар екен. Бұлай дейді балалар. Сәндеп алған киімді 2 сөзбен сипаттап, сөз тіркесін айтайық дейді. Қане бастай ғой Шамира. Расыл. Тәкия. Оралы тәкия. Керемет. Даша. Ақтызат. Ақ байпақ, кез байпақ. Дұрыс па балалар? Көк етік сақтамайды. Даша. Сары. Тымақ. Только тымақ. Қызыл. Бұлақ, күндіз бұлақ. Керемет балалар. Балалар біздер 2 сөзбен сөз тіркесін айтып, қараңдар ұлттық киімді әп-әдемі болып әшекейлеп айтып тастадық. Енді балалар тастарымызды орнына салып, сәл ғана сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, қанекей. Сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық. Тез тұрамыз орнымыздан. Сергіп аламыз.
Қане. Өрімде өріліп, жүрсек егер айналып, кезі боп көрініп. Жарайсыңдар. Балалар, енді ойынның үшінші бөлімі үштік деп аталады. Үштік ойынның жұмбағын мұқият тыңдайық. Әжемнің бар сандығы, ішінде бар байлығы. Табар болсаң дөп, оның түсі әрине көк кері. Қане, көк қоржынды табайық, қоржынға қол салайық. Қоржында не бар? Қане, тез-тез айтайық. Алақай, көктас шықты дейді балалар. Көктасты бізге қояр шарты бар екен. Бұйыммен аспап таңдаймыз. 3 рет айтып буынды, сөзиқас айтып ойынды, әрі қарай жалғаймыз дейді. Қане балалар, орнымыздан тұрып. Қане, қарайшы балалар. Мынау не екен? Бір сөзбен қалай айтамыз балалар? Қазақтың халқы бұйымдары. Және аспабы да бар екен. Қане таңдап алайық. Орнымызды табайық. Балалар, енді сөзиқастар айтайық. Қане, сөзиқас кім бастайды? Кері бастай ғой. Дек. Дек. Кук. Санды. Даша? Ран. Ран. Сала. Домбра. Жарайсың, Даша. Қане? Амина? Бәрі келді. Қане, Даша? Керемет, Даша. Сық. 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 Жасыл. Тоусық. Бәрі келді балалар. Қараңыздар, бұйыммен аспапты әп-әдемі қылып сәндеп тастадық. Енді ойынның 4-ші бөлімі, 4-тік бөлімінің жұмбағын мұқият тыңдайық. Балалар, атам қамшы өріп отыр. Қамшысы әдемі шығып отыр. Қамшысының сабы ұзын, ал ағашының түсі қызыл, әрине. Амина, қане, қызыл қоржынды табайық, қоржынға қол салайық. Қоржында не бар, Амина? Теп-тез айтайық. Қане. Қызыл қоржында не бар екен? Алақай, балалар, не бар екен? Қызыл тас бар екен. Қызыл тастың қояр шартын тыңдайық, балалар. Қандай таспен сәндедің? Таңдап алған бұйымды. Қане, айтшы 4 сөзбен. Жаңылтпаш айтып. Ойынды дейді, балалар, жаңылтпаш айтамыз. Қане, кім бастайды? Тыныш. Тыңдаймыз, Даша? Дұрыс, қане, Даша? Сатас, бәтас, сатас. Амина, қане? Қызыл. Бұлық. Жоқ. Қызыл тас. Қызыл тас. Қызыл. Қызық Қызық тас. Қызық тас. Қызыл тас. Қызыл тас. Жарайсың, қане, Даша? Актысы, бәтасы, актысы. Бәрі келді, Даша. Жасыл тас. Асыл тас, жасыл тас. Жарайсыңдар, балалар. Жаңылтпашты да айтып тастады. Қане, балалар, тастарымызды орнына салып. Енді ойынның 5-ші бөлімі, 5-тік бөлімінің жұмбағын мұқият тыңдайық. Амина, қане, 5-тік ойынның жұмбағын мұқият тыңдаймыз. Балалар,
жұмбақты мұқият тыңдай. Жас түскенде көштік. Біздер сонда өстік. Атамның сөзі асыл, жайлауы бар. Жасыл, Амира, әрине жасыл. Қане жасыл қоржынды табайық. Қоржында не бар? Тез айтайық. Қане балалар, қарай, жасыл қоржында не бар екен? Жасыл тас бар екен. Алақай балалар. Жасыл тастың бізге қоян шарты бар екен. Былай дейді. 5 таспен сәндеп оюды, 5 сөзбен айт ойынды, ойыннан алған әсерін көтеріп тастар көңілді дейді. Балалар болса орнымыздан тұрайық. Қане қарайық. Не бар екен? Бір сөзбен қалай атаймыз балалар? Қазақтың ұлттық ойындары. Таңдап алайық. Онысы табайық. Балалар, 5 сөзбен ойымызды айтып бастайық. Қане, кім бастайды? Даша, сен қандай ойын таңдадың? Мен ашықты таңдадым. Жарайсың. Кері, сен қандай ойын таңдадың? Мен сутабан таңдадым. Жарайсың. Даша? Мен қошқарымды ұстайдадым. Таңдадым. Мен сынымды Таңдадым. ұстайдадым. Амина? Мен. Мен Ой, қандай таңдадың? қызыл Гүл. гүл Таңдадым. таңдадым. Жарайсыңдар, балалар, енді 5 сөзбен ойымызды айтайық. Ойыннан алған әсерлеріңді айта қойыңдар. Кім бастайды? Амина бастай ғой. Бастай қой. Мен ойын оқадан дене Даша? Кішкене қиналған екен, Амина. Мен ойын оқадан қатты қобалжыдым. Жарайсың. Қатты қобалжыған екен, Даша. Өте қазақтың әсерлі болды. Даша қане? Әсерлі өткен екен ойын. Маған ойын өте қатты ұнады. Ұнаған екен, Дашаға. Мен бұл ойынды ұнадым. Қандай керемет балалар. 5 ойымен біздер 5 сөзбен ойымызды айтып, көңілімізді көтеріп тастадық. Балалар, енді қоржыннан шыққан 5 тастың түсін білдік. Енді балалар санын білетін боламыз. Қане санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5. Балалар, сонда біз бүгін қандай ойын ойнадық? Қазақтың Алтын ойыны 5 тас. Балалар 5 тас ойынын жаңа тәсілмен, жаңа әдіспен ойнап шықты. Балалар, ойын ұнады ма сіздерге? Ұнады ма? Иә. Маған да сіздердің ойын ойнағандарыңыз ұнады. Өте керемет балалар. Осымен ойынымыз аяқталды. Келесі кездескенше Сау болыңыз.